Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге массажды әдеттегідей қолмен емес, аппаратпен жасайтын боламын. Ол аппарат бетке ғана емес, дене мүшелеріне де, арқаға, мойынға, аяққа, қолға және ішке жасауға әбден болатын аппарат. Бұл аппарат көбінде біздің қолмен жасаған массаждың, бір рет қолмен жасаған массаждың 4-5-еуін бірден жасағанмен бірдей болады. Яғни бұл аппарат біздің бетімізге кремді немесе майды, немесе өзінің толқынын тереңірек енгізеді. Бұл аппараттың көмегі, бетке көмегі, ол әжімді кетіреді, бет салбырауын кетіреді, бетті ағартады және бұл аппаратпен жұмыс жасау өте оңай. Бірақ қарсы көрсетілімдері бар. Олар денесінде, адам денесінде зат болмау керек, яғни инородный тело дейді ғой. Кардиостимулятор жүректе болмау керек. Тағы қандай операциямен жасалатын бетімізде артық дене тұратын болса, ол аппаратпен жұмыс жасауға мүлдем болмайды. Ал және де бетімізге бетімізді тартыртып ботокс, гиалуроновая кислота или тағы да қасымызды жасатып жатамыз, көзімізді тарттырып нетіп жатамыз. Ол кезде 4-5-6 айға дейін бұл аппаратпен жұмыс жасауға болмайды. Сондықтан сіздерге қарсы көрсетілімдерін айтып жатқан себебім сол. Егер аппаратпен жұмыс жасайтын болсаңыздар, біліп жүрсін деген ниетпен айтып жатырмын. Ендеше бастайық. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазып, менен сұрап, солай жазып кетіңіздер. Мен қуана жауап беремін. Алайда бұл аппаратты алғаныма біраз болды, бірақ өзіме әлі де жасап, 1-2 рет жасадым. Енді сіздермен тағы бір рет жасайым деп отырмын. Бұны күнделікті курспен алуға болады. Күнде 5 немесе 10 күн бетіңізге жасасаңыз, әлде қайда нәтижесі көрінеді. Енді бұл аппаратты бірден таныстырмаймын, тек қана аппараттың жасалатын мынадай несін көрсетемін. Сіздерге жақын көрсетейін. Осындай. Бұл аппарат ультрафарафанез, естулеріңіз бар шығар. Бұл аппарат қосқан кезде аппараттың дауысы шығады. Қосқан кезде бізге мына жерден вибра толқындар денемізге, терімізге сезіледі. Яғни бұл жерге қолымызға ауырып, ешқандай не болмағанымен, қолымызды былай қойып, алақанымызға су тамызсақ, ол дірілдейді. Мен сіздерге біреуін көрсетейін. Қазір мына қолымда қолыма су құйып алайын. Аппарат көрініп тұр ма сіздерге? Қолымнан көрінбей тұрған секілді. Мен сіздерге былай көрсетейін. Мына
үстіне су құйған кезде қараңыздар, буланып шығып кетеді су. Яғни сол сияқты біздің міне қараңыздар, күйіп жатқан секілді, бірақ ешқандай да қолға зияны жоқ, денеге, теріге зияны жоқ, мына ешқандай да нетпейді, ауыртпайды, денені шымшытпайды, жақсы нетеді, адам денесі қабылдайды. Бұны тек қана бетке емес, жаңада айттым, бұны алайда шашқа да жасауға болады, варикозға да жасауға болады. Яғни көп функционалды, өте мықты аппарат, және бұның қолайлысы өзіңіздің үйіңізде тасымалдай алатындай аппарат. Бұны салондарда көбінде әр жерге жаңағы көтеріп жүре алмайтын үлкен аппараттар болады салондарда, ал бұл қолыңызда көтеріп жүре алатын кішкентай ғана аппарат. Яғни бұл ешқандай да сізге ауырлық тудырмайды. Өзі осындай насадкасы бар, тоққа, желіге қосылады. Енді сіздерге айта кететін жайт, бұл аппаратты әрине мен өзім үшін алғанмын. Бұл өте маған ыңғайлы және қолайлы, және бетке массаж жасайтын болғандықтан, бет күтімін жасайтын болғандықтан мен өзіме сатып алдым. Бұл аппараттың ұнайтыны маған тек қана бетке деп жасайтын аппарат емес, барлық денеге де бір жеріңіз ауырып тұрса, сондай болса қолдануға болатын аппарат түрі. Енді мен бастамас бұрын, бұның алдында аппаратпен жұмыс жасамас бұрын міндетті түрде бетімізді жуып алуымыз керек. Жуып алғанда қалай? Арнайы өзінің средстволары болады, солар арқылы біз жұмыс жасаймыз. Ең алдымен бастап кетейін, ең алдымен ыдысқа жылы суды құйып алып, өзіңізге ыңғайлы, мынандай ыңғайлы емес, өзінің мына аппаратпен қосымша жүретін мынадай салфеткалар болады. Өте жағымды, жұмсақ, ол бетіңізді тырнап кетпейді, өте ыңғайлы. Сондай осы салфетканы қолыңызға орап алып, осылай орап алып, тазалап бір сүртіп шығамыз. Бетіңізде ешқандай не болмау керек. Макияж болмау керек. Және көзіңізде туш болмау керек, бетіңізде тоналка болмау керек. Және айта кететін жайт, құлағыңызда сырға және мойныңызда алқа болмауы қажет. Өйткені аппарат тиіп кетсе, болмаса ештеңке болмайды, бірақ сонда да неңізде болмағаны жөн, денеңізде, өзіңізде, және шашыңызды осылай көтеріп жауып қойыңыз. Келесі міне екінші рет сүрткелі отырмын. Тағы да осылай қолыңызға орап сүртесіз. Сүрткен кезде де жоғары қарай көтеріп сүртеміз. Яғни мен сіздерге үнемі айтатын жоғары қарай көтереміз. Бұлшық етімізге есіне саламыз. Жоғары қарай тартылып тұру керек. Сондықтан сүрткен кезде де жоғары қарай массаж сызықтарымен бірге жасаймыз. Мен енді екінші рет сүртіп жатырмын.
бетіңіз кір болса 3-4 ретке дейін кеткенше сүртіңіз. Бұл жерде жаңағы макияжды кетіру мақсатында жасалып жатыр, және бұның қазір өзінің жуатын несі болады. Бәрін жоғары көтереміз осылай. Бұл массаждан кейін бетіңіз тазарып, әдемі болып, аппарат қосудыки әдемі болып қалады. Әрине, мен үшінші несін сүртіп жатырмын. Енді мен арнайы бет жуатын несін аламын. Кішкене ғана қолымызға алып, негізі бұны өзіңе де жасауға болады, және қолымызға суды алып, осылай көпіртіп аламыз да. Көпіртіп аламыз. Қолымыз құрап кетсе, қайтадан суға бір тамшы тамызсаңыз көпіршиді. Көпіртіп аламыз. Тағы да кішкене ғана қолыңызға су тигізсеңіз, соншалықты көпіршиді. Бұл этап бетімізді тазарту этабы. Қанша жуғанмен де бетіңізден кір шығады. Өйткені бетіміз, порамыз бітеліп қалады. Мән бермеңіздер, үйде кішкентай қызым ойнап жүр. Бетіңіз тазардау деген уақытта бетіңізге жаңағы ыдыстағы салфеткамен бірге сығып жуып алып, осы бетіңізді, мойныңызды тағы да жаңағы әдіспен жоғары қарай сүртеміз. Яғни жоғары қарай. Көбік болғаннан кейін, көбігі кеткенше тазарғанша сүртеміз.
арнайы өзіңізге уақыт бөліп жасайтын процесс. Әрине бұл жерде мен сіздерге сөйлеп отырып көрсетіп отырмын. Бетімді қанша жуғанның өзінде менде міне сіздерге көріне ме көрінбей ме білмеймін, кішкене кір бар. Мойныңызды да ұмытпаңыз. Екі-үш рет сабынып кеткенше сүртеміз. Сүрткен уақыттың өзінде әдемі бетіңіз тыныс алғандай болып, тап-таза болғандай болып сезіледі. Сіздердің беттеріңізге келетін күнделікті жасалып жатқан процесс, бірақ алайда күн ұзаққа жүреміз, тамақ істейміз, үй сыпырамыз, үй жинаймыз. Сол кезде бетімізге шаң қонады. Сол кезде бұл қорғаныш әсері ретінде, яғни біз бетімізді тазартып, тазалап отыруымыз керек. Енді келесі кезекте бетімізді тап-таза сүртіп алдық. Мен осының өзінде бетім күшті болып отыр енді. Енді келесі кезекте өзінің арнайы гелі болады. Мен оған осы компанияның өзінің продукцияларының несін гелін дайындаймын. Дайындаған уақытта өзінің нелер болады. Арнайы жасалады, яғни ыдысқа құйып алып, кішкене ғана өзінің суын құямыз. Минералды су бірде-бір қатынаста, және мынадай щеткамен оны араластырамыз. Егер қызықтырса, маған комментарийда жазыңыздар. Телефон қалдырамын. Алайда бұлай видеоға қандай продукция екенін көрсетпеймін. Егер қызықтырып жатса, сұраңыздар. Осылай әдемілеп тұрып араластырамыз. Сіздерге пайдалы деген үміттемін. Бетіңізді тазартып алғаннан кейін осы дайындаған массамызды бетімізге жағамыз. Алайда бұл массажды аппаратыңыз болса, біреуге де жасап берсеңіз болады. Әпкеңіз, сіңіліңіз немесе ақшаға да жасап берсеңіз болады. Бір курс қылып, сеанс қылып, бұл аппаратты жасаған кезде адамдар шаршағаны шығып, ұйықтағысы келіп, демалғысы келіп тұрады. Енді кеттік, бастаймыз. Жаңағы біздің насадкамызды аламыз, аппаратты қосамыз да мына жерден бастаймыз.
кеттік. Бетке ешқандай да несі жоқ, ауыртпайды, қайта жақсы сезім білдіреді. Ал егер біреу жасап берсе, мүлдем күшті, бір тынығып, кішкене ғана ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанып сөйтіп қалады, бір демалып қаласыз. Мына жерден достар, комментарийда сұрақ қойып, жазып кетіңіздер. Мына жерден асықпаймыз, аппаратты шығарып қоймасам болмайды екен. Сіздер үшін не істемейміз енді. Аппарат өте жеңіл қозғалады. Көбінесе үлкен біздің әйелдерде көбінесе бізде мына жерлер түсіп кетеді, бет салбырау деп содан айтамыз. Енді қараңыз, бұл өте сондай аппарат. Сүйегіңізге дейін бұлшықетіңіздің барлығын қозғалысқа түсіреді. Сізге естіліп тұр ма білмеймін, зыз деп дауысы шығып тұрады бұның. Және 5-ші. Кешіріңіздер, менің қызым қасыма келді. Және 5-ші наморымыздың осылай әкеліп, жоғары қарай көтереміз. Мына жерден алып келіп, бұл жаңағы мына жердегі сызықты мына жерден алып келіп, жоғары қарай көтереміз. Кішкентай қызым маған келіп қарап, іште батыр деген секілді қарап кетіп қалды. Балалы үйде болса, видео түсіру оңайға түспейді.
Бетіңіз құрғап сіңіп кетуі мүмкін. Сондықтан үстіне былай жағып отырамыз. Көрініп тұр ма? Осылай жасаймын. Мына жердегі сызықты көтереміз. Енді келесі кезекте көзіміздің алды, яғни көзіміздің алдынан мына жерде гель жоқ екен. Жағып жіберейік. Кеуіп кетіп жатыр әрине. Қасымыздың үстіне қарай. Көзіміздің жанындағы мына жерде болатын әжімдер кетеді. Бұны мен жаңа айттым, бетімізге ғана емес, шашымызға да жағуға болады. Шашымызға да жасауға болады. Әрине гельмен емес, маймен жасаған уақытта шашыңыздың түбіндегі фолликулалар оянып, шашыңыздың түсуі тоқтап, сондай әсер береді. Күнде жасаса, бұны күнде болғанда 5 рет болғанда 5 күн подряд жасаса нәтиже болады. Яғни өте сондай бір керемет процедура. Өзіңізге де өзіңіз жасай аласыз, немесе біреу жасап бере алады, немесе сіз біреуге жасап бере аласыз. Аппараттың қолайлысы сол. Енді жерде шашым шығып кетіп жатыр, айып етпеңіздер. Қасымызға жасадық. Ендігі кезекте мұрнымыз. Мұрнымызды төмен қараймыз, жоғары қарай өстеміз. Және осылай мұрнның қырына қатты батырмай жасаймыз. Бетіңізді ағартады, қара дақтардан кетіреді, әжімдер кетіреді. Бетіңіздің, теріңіздің түсін жақсартады. Енді мұрнымыз жасадық, енді негізі қай жерде проблемаңыз бар, сол жерге көбірек жасасаңыз
ыңғайлы, бірақ өзінің арнайы массаж техникалары бар. Жаңағы осылай жасау керек, осылай жасау керек деген. Мен енді сіздерге примерно көрсетіп жатырмын. Ендігі кезекте осылай көтеріп, мына жақтан көтеріп алып келіп, көздің алдын ала отырып, жоғары көтереміз. Беттері дақ-дақ болып кеткен, сондай бір адамдар беттерін ағартып жатқандарын естігенмін осы аппаратпен. Шаштары ағарып кеткен, бірақ осымен күнделікті массаж жасау арқылы шашының түбі қарайып өскендерін естідім. Нәтижесі өте мықты бұл аппараттың, әрине. Сондықтан өзіме алуды жөн көргенмін. Ақыры бетіме массаж жасауды ойыма алғаннан кейін, алайда тек қана массаж жасау, бетке ғана деп алған болатынмын. Басқа жеріме жасап көрген емеспін. Сіздерге шындықты айтып отырмын. Бетте аппараттың несі түзу тұру керек. Бетте мыжым-мыж емес, түзу, яғни бетті қыршындамай өту керек. Енді көбінесе біздің проблемный жерлерімізді алып шығамыз. Қараңыз. Беттің бәрін көтереміз. Көздің жанынан. Ай, бетпеңіз. Мына жерде менің кішкентай қызым келіп қалды. Бетімізді есте сақтау қалпы бойынша жоғары көтереміз. Асықпаймыз. Сосын мына жерде құлақтың жанында әжімдер болады. Соны да солай жасаймыз. Өзінің жасалу несі бар, санайтын. Мен оны санап жатқан жоқпын, сіздерге өзіме жасап жатқаннан кейін, ал басқа біреуге болса санап жасаймыз. Ендігі кезекте мойнымыз.
жердегі бізде кольца венера бар, соны кетіреді. Бұлайынша бұл аппараттың нәтижесінде көп мына жерге тиген кезде сөйлемеу керек. Вибротолқындар ұрады. Даусым жыбырлап кетті ғой. Бұл аппарат және беттегі тыртық, денедегі тыртықтың бәрін орнын жояды. Орнын жойғанда тез жазады, білінбей қалады. Мен сөйлемей отырайын. Және естуім бар, зобты да емдейтін аппарат екен, бірақ енді өзіме дәл өтіп ондай болмағаннан кейін естідім, жазылды дегенді. Мойнымызға жасап болдық. Енді келесі бетімізді жасаймыз. Оны да сол қалыппен. Бұл аппарат теріміздің астындағы суларды, артық безеулерді, ауаларды сыртқа шығарады. Өзімдегі ощущение, даже басыңыздың жеңілдегенін байқайсыз, яғни маңдайыма тиді ғой. Мақтап жатқаным емес, нәтижесіне көпсіп жатырмын. Қандай болады, состояние қандай болады, ешқандай бас айналу болып тұрған жоқ. Әрине бұны 5-10 күн деп алған кезде нәтиже болады. Кейбіреуде бір күнде бір-ақ процедурадан нәтиже болады. Әрине өзіңізге өзіңіз жасасаңыз қиындау аппаратпен.
көмекпен ұстап отыру. Қол сияқты жеңіл қозғала салмайды. Ал бұлай жасаған кезде өте қолайлы аппарат. Сіздің қолмен жасаған бір реттік неңізді, 5 қолмен жасағаныңызды ол бір аппаратпен жасаған кезде нәтиже береді. 5 рет жасағандай боласыз. Аппарат өшіп қалды, қайтадан қосамын. Қатты баспаймыз, сырғатып жай ғана тұрамыз. Және осылай. Көпшілігіңіз білуіңіз де мүмкін бұл аппараттың қандай аппарат екенін, аты қандай, заты қандай. Көзіміздің айналасында мен тек сіздерге өзімнің қалай жасайтынымды, осы аппарат жасап жатқанымды көрсетіп жатырмын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда қойып, менен жазып сұрасаңыз болады. Немесе WhatsApp нөмерге жазсаңыз болады. Керек болса, нөмерімді беремін. Егер өзіңізге керек, қайдан алуға болады деп сұрасаңыз, сізге беремін. Енді мұрын. Жасап жатырмын. Енді мына жерден алып келіп
көзіміздің үстіне. Мүмкін мен мына жаққа ұзақ жасаған шығармын, бірақ мына жақта осылай және мойнымызды достар, ұмытып бара жаттым, маңдайымызға да жүргіземіз осылай. Былай тіке сызықтармен де жүргізуге болады. Барлық жерін қамтып. Егер әжімдер терең болатын болса, зигзаг дәліздес жүргіземіз. Енді жаңағы мойнымызға көшейік. Бұл жерде сөйлеуге болмайды, кішкене голосовой связка қызылдап, қыжылдап кетеді. Ендігі кезекте біз массажды аппаратпен жасап болдық. Енді жаңағы суымызды тұрған салфеткамызды алып сүртіп аламыз бетімізді. Соның өзінде мен бетімнен кір шығып жатыр. Жоғары қарай көтереміз барлық. Бетімнен кір шығып жатыр, достар. Қанша тазалап жудым деген өзінде аппаратпен жасаған кезде бетіңізден қалдық жаңағы теріңізде тұрып қалған шығады екен. Екі-үш рет кеткенше тазалап сүртіп аламыз. Ендігі кезекте жаңағы дайындалған сол гелімізді бетімізге жағамыз. Жақсылап жағамыз. Мойныңызға жаға берсеңіз болады, бірақ кейін сүртіп тастайсыз. Бұның құрамында гиалуроновая кислота бар, соны питательстен дұрыстаймыз. Әжімдерді жазады, және түспеуіне әсер етеді. Және өзінің арнайы маскасы бар, тряпочный маскасы. Соны алып, әрине енді пресстелген кішкене ғана суға салып жіберсеңіз, өзі-ақ ашылып кетеді осындай. Енді жабыстырған кезде осылай бетімізді жабамыз, келтіреміз бетімізге. Жерге көрініп тұр ма, достар? Видеом ұнап жатыр ма? Ұнаса лайк басып, комментарияда мені қолдап жіберіңіздер. Осылай бетімізге жағып қоямыз. Және жаңағы маскамызды, гелімізді үстінен тағы да жағамыз. Барлық жерге сіңіп тұру керек.
Енді уақытқа қойып қоямыз. Шамамен 10 минут, 15 минут, немесе 5 минутта қойсаңыз жеткілікті. Осылай бетіңізді жағып қойып күтіп отырасыздар. Мен сіздермен енді кішкене әңгіме айтып жіберейін. Менің каналымды қолдап, жақсы көретіндеріңіз мені қазақ каналдарын дамытуға үлесіңізді қосып жіберіңіз. Енді бастап келе жатқан жас каналмын, жас каналдың авторымын. Каналды ашқаныма 1 жылдан енді асты. Сондықтан сіздерден өтініш, лайк басып, комментарий жазып, видеоларым ұнаған болса, кез келген видеоны танысыңызбен, құрбыларыңызбен, әпкелеріңізбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Осындай міне масканың астында сөйлеп отырмын. Сізге ұнайды деген үміттемін. Менің түрімнен қорқып кетпеңіздер. Қарасаңыз, мына жердегі жаңағы геліміз уже сіңіп жатыр. Аппаратта массаж жасағанда осы маскасы ұнайды маған. Бетіңе тұра қалады. Геліңді әбден бетіңе сіңдіріп, жақсы қылып береді. Ендігі кезекте сіздермен мен 2 минуттай отырдым ба? Сіздермен әңгіме айтайын тағы да. Мен 2 баланың анасымын, тұрмыстамын, жолдасым бар. Әрине мақтаныш емес, бірақ менің қазіргі статусым, қазіргі жағдайымды айтып жатырмын. Сіздерге қызық болса әрине. Мен сіздерді мені қолдаған сайын, маған шабыт берген сайын мен сіздерді жақсы көремін. Әрқайсыңызға комментарийде жауап беруге тырысамын. Сіздердің әрбір жазғандарыңыз маған шабыт береді. Каналды тастап кетпей, ары қарай дамытуға кішкене күш аламын. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Ендігі кезекте енді біз масканы осылай төменнен жоғары қарай бұлай аламыз. Мінекей, қараңыздар. Қарасаңыздар. Енді бетімізді тағы да сүртіп аламыз. Суыңызды ауыстырып аласыз. Болмаса бетіңізді бар жуып келсеңіз де болады, бірақ мынандай немен сүрткен жақсы. Жуғаннан. Негізі біраз тұру керек еді менің бетімде. Сіздердің уақыттарыңызды үнемдеп. Осылай жуып жатырмын. Монтаждамай тікелей түсіргенді ұнатамын. Монтаждасаң бір жасанды жасаған секілді болып қалады. Бетіңізге күтім жасаған кезде өзіңізге арнайы уақыт бөліңіз. Ананы бүйтіп жүріп, мынаны бүйтіп жүріп емес, арнайы кешкісін өзіңізге 1 сағат
уақытыңызды бөліңіз. Бір күн бетіңізге қарасаңыз, бір күн аяғыңызға деген секілді, бір күн шашыңызға. Бәрін бір күнде жасап үлгеру мүмкін емес. Бұл табиғатымызға да қайшы келеді. Ол жасап үлгермейсің. Ол өйткені біз анамыз, біз баламыз бар, кішкентайымыз бар, күйеуіміз бар деген секілді. Ендігі кезекте осы компанияның өзінің кремдері, тонигі бар. Соларды жағамыз. Мен ұзақ сөйлеп кетті деп ренжімеңіздер. Енді және крем. Және менің каналымда күнделікті жасалып отыратын техникалар бар. 30 күнде жасару деген. Әрине біз жасару деген кезде бір қартаймайтындай болып жасармаймыз ғой. Бұл күтім жасасақ, бұл бетімізге кем дегенде жақсы әсер береді, демалады тері. Өзіміз күтпесек, өзіміздің бетімізді кім күтеді? Әрине бізде уже бастағаныма біраз болды, кеш қарайып кетіпті. Міне жасап болдық. Менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып. Әрине көп адамдар тіркелмей қарайды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Көптеген керекті ақпарат айтатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп алғыс. Бүгін келіп жеткен Наурыз мерекелеріңіз, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жарқырап жүріп, сау болыңыздар.